Кафирун сүресі мен Ихлас сүресі дейді. Екеуі адамды екі жүзділіктен тазартады дейді. Екі жүзділіктен тазалайды дейді. Екі жүзділік деген ең үлкен дерттердің бірі, Алла сақтасын. Яғни сырты бүтін, іші түтін дейді қазақ оны. Сыртымен, тілімен иман келтіреді, жүрегімен иманда жоқ. Ең қауіпті адамдар да солар. Алла тағала Бақара сүресінде қарайтын болсаңыздар, момын мұсылмандарға байланысты Бақара сүресінің басында 5 аят айтады, кәпірлерге байланысты 3 аят айтады, 3 аятта әңгіме қылады. Ал екіжүзділер, мұнафиқтар жөнінде 13-14 аятта әңгімелейді. Әртүрлі мысалдармен. 13-14 аятта мұнафиқтарды. Мұнафиқтық деген ол исламға, мұсылмандарға зияны келетін ең шайтанның үлкен құралдарының бірі. Сол арқылы мұсылмандардың арасына іріткі салады, нифақ арқылы. Сол адам арқылы мұнафиқ. Алла Тағала Құранда айтады: "Иннал мунафиқина фи даркил асфали минан нар" дейді. Шын мәнінде мұнафиқтар, екіжүзділер, олар тозақтың ең төмен қабатында болады дейді. Алла сақтасын. Тозақтың ең төмен қабатында болады. А мұнафиқ деген кім? Мұнафиқтың белгілері бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Аятул мунафиқи саласа. Иза хаддаса казиба. Ва иза ваада ахлафа. Ва иза тумина хана." Үш белгісі мұнафиқтың. Егер ол сөйлейтін болса, өтірік айтады, уәде берсе, уәдесін бұзады, аманат берілетін болса оған, онда аманатқа қиянат жасайды дейді. Мұнафиқтың белгісі. Кім осы кейбір белгілердің, кейбір осы мысал хадисте айтылған жаңағы мәселелердің біреуі болатын болса біреуде, онда ол тез арада өзінің нәпсін емдеу керек, жан дүниесін емдеу керек. Өтірік айтатын болса кейде немесе, бұл нифақтың белгілері. Ол адам ертең мұнафиқ болуы мүмкін, Құдай сақтасын. Өтірік айтқан адамның бәрі бірден мұнафиқ болып кетті деген әңгіме емес, бірақ ол мұнафиқтыққа жолға кетіп баратыр. Белгілері онда бар деген сөз. Осы нифақтан тазартады дейді. Енді бұл Кафирун сүресіне байланысты айтылған, Кафирун сүресінің артықшылығына байланысты айтылған риуаяттар, хадистер. Демек, Кафирун сүресін кім оқитын болса, онда ол Құранның 1/4 оқығандай сауапқа ие болады. Құранның 1/4, 25% сауапқа ие болады. Сондықтан біз Кафирун сүресін түнде жатарда да оқимыз. Кафирун сүресі біздің таухидымызды нығайтады. Алланы бір деп тануымызды нығайта түседі. Аллаға деген құлшылығымыздағы таухидты нығайтады.